Құрметті достар, сақ болыңыздар. Жастарымыз өзге мемлекеттің алаяқтарына алданып, арбанып, Ресей Федерациясының түрмесіне тоғытылып жатыр. Қысқаша баяндасақ, қазақстандық 18 пен 25 аралығындағы азаматқа белгісіз нөмірден WhatsApp желісі немесе Telegram арқылы хабарлама келеді. Ол хабарламада азаматқа көбіне жас балаларға қомақты табыс табуды ұсынады. Ізін суыту үшін WhatsApp-тағы сілтемені басу арқылы азаматты Telegram каналына өткізіп жібереді. Ол жерде аптасына 500 мың теңгеге дейін табыс таба аласыңдар деп жарнама жасап иландырады. Көбіне онлайн займ алып белшесінен несиеге батып қалған қазақстандық кейбір азаматтар мұндай ақпаратқа сеніп, түбінде Ресейге жұмысқа баруға келісім береді. Бұл ретте өздерін жұмыс беруші ретінде таныстырған, алдын ала сақтанған алаяқтар қылмыстық топ өзінің түрінде ештеңесін көрсетпейді. Тек интернет арқылы байланысқа шығып отырады. Ақыры бұл азаматтарға Ресейге билетті алып беріп, шығындарын көтереді. Өз қалтасынан шығындалып жатпаған азаматымыз неге кетіп бара жатыр? Ең болмаса жұмыс түрін көріп қайтайын. Ұнамаса кез келген уақытта қайтып кетермін деген оймен